Assalamu alaikum, достар. 1 март 2023 жыл, Жалат шары Моғол көчесі. Жаштардың жалы шары Жалабат деген бар эле, ошону өзгөртүш керек экен. Жер баскынчылардын шары Жалабат депчи. Карагыла. Мына да жолго чыгыптыр. Болсо вообще өзүнчө тема. Высоковольтный столба. Туура да коргонду салганда дарбазаны қоя қойыптыр. Азырына боковой жағынан барып қарай тұрған болсақ, көрелікші кем екен бұл. Бұл болса вообще тема екен. Высоковольтный миллион түгіне келіп үй салып тұр. Бұл жөні қорғын емес, үй салып тұр да. Бардак. Бұл болса Мариям ұн заводы. Бұл болса беспредел көчөкен да. Ең башқысы бізден коррупционерлеріз бар да. Прокуратураның отырған чиновниктерге. Мұрдақы Жалат обласының обл прокуроры Тұрғыбаев деген, Жалат шарының прокурор Мұрдақы Мұрзалиев деген без учурунда Жалат шарының көп қабат үйлер салып отсақ, сілердің үйіңер 100 метрден кем болбош керек деген бір болбогон себептерді, ақша алу мақсатында, пара алу мақсатында болбогон бір себептер таап, біздің үйлер сотқа берген да. Бирок мындай жерлерге өлүп кетсе да келбейді. Анткени мындай жерлерден акча чыкпайт, эч ким пара бербейт буларгачы. Аларга бәрібір. Карасаңар, высоковольтный линиялар толтура үйлөр салынып кеткен. Мындай жаш бала жүрөт, бул үзүлсөм не болот, адам өлбөй. Негизи мен оюм боюнча мындай жерлерди берген аким, мэрлерди атыш керек да. Жөн атыш керек. Карагыла кандай беспредел.